Сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге ең әдемі әрі нәзік безені қалай жасайтындығын көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: 2 жұмыртқа, қант ұнтағы және бояғыштар қажет болады. Алдымен 2 жұмыртқаны құрғақ ыдысқа ақуызын және сарыуызын бөліп аламыз. Ақуыз және сарыуызын 2-ге бөліп алдық. Жұмыртқаның сарыуызы бізге қажет емес. Біздер ақуызымен жұмыс жасаймыз. Яғни таза құрғақ ыдысқа құйып, оны миксермен араластырамыз. Миксермен араластырған кезде жылдамдықты төменнен жоғарылатып отырамыз. Және де 5 минуттай араластыруымыз қажет. Біздің ақуызымыз көпіршік күйіне енгеннен кейін үстіне қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын салған кезде 1 минуттан кейін араластырып отырамыз. Қант ұнтағымыз 200 грамм. Қант ұнтағы мен ақуызды 2 минут араластырып болдым. Ақуыз бен қант ұнтағын араластырғаннан кейін оны тексеріп аламыз. Егер де ыдыстың түбінен төңкерген кезде түспейтін болса, онда ол жақсы араласқан. Бояғыштарды пайдаланамыз. Яғни бұл бояғыштың ішінде 5 түрлі түсі болады. Оның ішінен мен жасыл, сары және розовый түрін қолданамын. Дайын болған қоспамызды арнайы пакеттерге саламыз. Яғни арнайы торттың пакеті. Ол егерде болмаған жағдайда одноразовый мешокты пайдалануға болады. Енді оның үстіне дайын қоспаларымызды саламыз. Қоспаларымызды салып болғаннан кейін оның үстіне бояғыштар саламыз. Бірінші жасыл түсті салып, оны зубочисткамен араластырамыз. Әрбір қоспаны салғаннан кейін осылай зубочисткамен араластырып отырсаңыздар, жақсы түс пайда болады. Қоспамыз жасыл түске айналды. Ендігі кезекте розовый түсті қосамыз. Қоспамызға розовый түсті салып болдық. Ендігі кезекте сары түсімізді саламыз. Осылай салып, зубочисткамен араластырған ыңғайлы. 3 қоспаны да дайындап болдық. Дайын болған қоспамызды арнайы ыдысқа салғаннан кейін, егерде мынандай лопатка болса, ысырып алуымызға болады дайын күйінде. Енді әрі қарай осыларды пештің ыдысына салып шығамыз. Қоспаларымызды осындай үлгіде салып болғаннан кейін оны пешке қоямыз. Яғни 100 градус температурада 1 сағаттай қоюымыз керек. Біздің беземіз дайын болды.
Енді оның піскендігін білу үшін, яғни пештен алған кезде үстіңгі жағын басып қарайтын болса, қатты болу керек. Ал ішін бөлген кезде, яғни сырты қатты, іші осындай карамель болу керек. Сонда біздің беземіз піскендігі білінеді. Безе өте әдемі және дәмді шықты. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.